Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте нәзік және де өте қарапайым қоспалардан дайындалатын сметаник пирогын дайындаймыз. Дәмі чизкейктің дәміне өте ұқсас, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар: ұн, жұмыртқа, қант, қамыр қопсытқыш, май, салмасына қаймақ, жұмыртқа және де қант қажет болады, және де бір ас қасық лимон суы қажет болады. Ең бірінші ұнымызға қамыр қопсытқышты салып, майымызды салып бөлме температурасындағы жақсылап тұрып крошкалар дайындап аламыз. Қантымыз бен жұмыртқамызды салып қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын. Пакетімізге салып жарты сағатқа тоңазытқышқа саламыз. Біздің қамырымыз дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Қаймақ, менде 20% қаймақ, міндетті түрде 20% болу қажет. Жұмыртқамызды саламыз, қантымызды салып, және де бір ас қасық лимон суын салып араластырамыз. Бір келкі масса болғанша араластырамыз. Қамырымызды алып, формаларымызды дайындаймыз. Формамыз осындай, астына пергамент төсеп аламыз. Тура видеодағыдай. Қамырымызды жайып, жақсылап тұрып бортиктер жасап шығамыз. Бір келкі етіп, осылай жайып шығамыз. Салмасын салып, пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырамыз. Мен 40 минутта пісіріп алдым. Негізі сметаник пирогы 40-50 минуттың аралығында піседі. Әркімнің пеші әртүрлі, соған мән беріңіздер. Піскен-піспегенін ортасына шпажканы салған кезде құп-құрғақ болып шығу қажет. Біздің пирогымыз пісті. Өздеріңіздің қалауларыңыз қант ұнтағымен әсемдесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қыздар. Өкінбейсіздер. Мен бұл рецептпен 6 жылдан бері дайындап келемін. Әрқашанда өте дәмді, мен қонақтарыма, отбасыма өте қатты ұнайды. Қазір кесіп көрсетемін. Міне, кесілген кезде де өте нәзік кесіледі. Дәмі деген өте керемет болып шықты. Видеоны соңына дейін тамашалап, сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айгерім ас болсын.